Ассалаумалейкум қазақтар. Бүгін таксиге отырып, біздің қаракөз таксистпен сөйлестім. Қызық болды, не біздің кісілер айтып отыр. Мен осы қазақ таксисттен қазақтардың жаулары бізге жүктеп отырған барлық ақпараттық әңгімелерді, мынандай нарративтерді естідім. Таксисттен қандай әңгімелерді естідім. Назарбаев отбасы бәрі кінәлі. Мен ешкімге қорғамаймын, қажет жоқ маған. Бірақ ол кім отбасы? Назарбаев болады. Назарбаев уже қайтыс болды. Назарбаев уже 6-7 жыл уже кетіп қалды лауазымнан. Қыздар кетіп қалды, білмеймін. Жемқорлық, сыбайлас жемқорлық шиновниктер. Тағы не естідім? Американдық және европалық мұнай компаниялар Қазақстанда тонап жатыр. Тағы қаңтардағы қанды арандатушылық, бұл арандатушылық емес, бұл қарапайым қазақ халқының көтерілісі. Міне мына қарапайым халық не айтып отыр. Осы идеялардың кейбірін бізге жаулар сіңіреді, жүктейді. Оның ішінде мен тағы көрдім, естедім идеяларды, нарративтерінен, бірақ ұзақ болады, мен айта алмаймын бүгін. Содан кейін нағыз қазақтар жаудан жалған әңгемелерін қайталайды. Осылайша жау қазақ тілде қазақтарды Қазақстан ішіндегі жағдайда тербету үшін пайдаланады. Қазақ тілді контентпен айналысу керек, бірақ онымен ешкім айналыспайды. Бұл мәселені шешудің бірнеше жолы бар. Бір жол туралы айтқым келеді. Мына не керек? Билікке блогерлері құру керек. Осы блогерлері мына қарапайым қазақтарға кім агенттері, кім сатқындар екенін бізге айту керек. Қазақстан ақпарат кеңістігіне кім агенттері, кім сатқын айту керек. Ашық. Себебі Қазақстанның ақпараттық кеңістігінде өздерін еркін блогерлер немесе оппозиция ретінде көрсететін, мына оның ішіндегі барлығы емес, прям айтпаймын, бірақ кейбіреулер жаулар бар. Он туралы айту керек қарапайым халыққа. Егер тыс біреулер сұраса, неге олар мұны айтады? Бұлай айту керек билікке. Біз ештеңе білмейміз деп айтуға болады. Бізде сөз бостандығы бар. Бізде бәрінің аузын жаппаймыз. Солай айту керек. Биліктен жұмыс істейтін блогерлерді қарапайым халықтың көзін ашуға ғана емес, сонымен бірге билікке де пайдалы болады. Өйткені жауларға ең алдымен билік пен қоғам арасындағы алауыздық жасау қажет. Сонда Қазақстан қорғансыз қалады. Мына блогерлерді қорғау керек, сақтау керек. Қазір мынандай көріп қалсам, боттар мен троллдар қазір аудармашы арқылы қазақ тілінде жаза бастады. Егер олар бұрын 2-3-4 жыл бұрын қателіктермен жазған, қазір олар бағдарлама жаңартылып түсініктемелерге қатесіз жазылады. Біздің Қазақстанда сыртқы ақпараттық ықпалымыз көп қазір. Бірақ қазақ тілді қазақтарға сыртқы ақпараттық ықпалы одан көп, одан күшті. Қарай. Кеңестік оккупациядан бері қазақ тілді қазақтар ең қысымға ұшырылған. Бірақ қазақтардың жағдай жақсы жаққа жыл сайын жақсарып келеді. Сондықтан қазақ тілді қазақтар жауларды пайдалануға тырысады. Өкінішке орай, тәуелсіздіктің 34 жылында ішінде қазақтардың мәселелерді
проблемаларын шешүүгө мүмкүн эмес. Ал канча убакыт керек соған? 5-6 мына пікірін мамандар пікірін бойынша 5-6 ұрпақ өтеу қажет. Мінеки. Біз шұғыл түрде сыртқы ақпараттық әсер ету мәселесін тезірек шешуіміз керек. Назарыңызға рахмет, сау болыңыз.